Бәріміз азамат сияқтымыз, ол көп жұмыс істеп арасында әлеуметтік желілерде не болып жатқанын көреді. Барлық несиелерді жауып пәтер беріңдер, біз мұнайға бай елміз, біз. Қазақстан мемлекет ретінде жақында ғана пайда болғанын бәріміз білеміз, ал оның солтүстік аймақтары бұл сыйлық. Бәрің қайдан шықтыңдар? Азамат бұл мәселенің ақпараттық нүктесін қоятын уақыт келді деп шешті. Ол кітаптардағы, интернеттегі ақпараттарды зерттеп, белгілі тарихшының мақалаларын тапты. Өз блогыма онымен сұхбат жазуым керек. Қазақстанның тарихи тамыры ежелгі дәуірден бастау алды. Басты оқиғалардың бірі ол біз мұрагер болып табылатын түркі қағанаттың пайда болуы. Жылқыларды алғаш рет қазіргі Қазақстанның солтүстігінде қолға үйреткені рас па? 15 ғасырда әртүрлі түркі тайпалары біртұтас саяси құрылымға қазақ хандығына бірікті. Қағанат аумағының шамамен 1/3 қазіргі Қазақстан. Қазақстанның құрылуы күрделі және ұзақ болды. Еліміздің бүгінгі күйіне жету үшін көптеген тарихи оқиғалар болды. Тарихты оқыңдар, отаныңды құрметте және сүй, сондай-ақ оны қорғаған адамдарды есте сақтаңдар.